Баршаларыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер сіздерді күтеді. Осындай жасалу жолы өте оңай. Миксерді қажет етпейтін, 15 минутта дайын болатын алмалы рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай орташа размердегі алма 4 дана, лимонның жарты бөлігі, яғни соғы қажет болады, корица, қант, одан соң сары май. Барлық ингредиентті описанияға төменге жазып кететін боламын. Ең алдымен табамыздың үстіне осылай пергамент қағазын төсеп, видеода көрсетілгендей сары майымызды кесіп шығамыз табаның үстіне. Одан соң 4 дана алмамыздың қабығын осылай тазалап шығамыз. Одан соң алмаларымызды осындай теркада табаның үстінде бірден теркадан өткізіп шығатын боламыз. Бірден табаның үстіне өткізіңіздер, өткені соғы жоғалып қалмауы керек. Сол кезде рулетіміздің сочностін беріп тұрады. Барлығын осылай видеодағыдай теркадан өткізіп шығамыз. Одан соң жарты лимонның соғы, осы алмамыз қарайып кетпес үшін үстінен соғын құйып шығамыз. Енді 4 бұрышты формасын келтіру үшін осылай қолымызбен алмаларымызды жайып шығамыз. Мінекей алмаларымызды енді жайып шықтық. Дәмін беру үшін қантымызды біркелкі етіп бетіне сеуіп шығамыз. Одан соң 1 шай қасық корицаны да дәл солай біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Осымен салмамыз дайын. Енді алдын ала қызған пешке 180 градуста 7-10 минутқа жібереміз. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлек ыдысқа осылай 2 жұмыртқаны салып, одан соң кішкене тұзымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді жұмыртқалық массамыздың үстіне осылай сгущенкамызды барлығын құйып шығамыз да, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Енді үстінен осылай 50 грамм пісте майын құйып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Енді бөлек ыдысқа құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін ұнның үстіне осылай 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель, одан соң ванилинді қосамыз, одан соң жүгері крахмалын қосып, барлығын араластырып шығамыз. Енді жаңағы сұйық ингредиенттеріміздің үстіне құрғақ ингредиенттерімізді бір прием етіп, илектен өткізіп шығамыз барлығын. Енді шаңашқының немесе венчиктің көмегімен барлығы біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Міндетті түрде барлығын өлшеп, видеодағыдай есептеп жасаңыздар. Қатты қою болмауы керек қамыр. Осындай сұйықтау болады консистенциясы. Енді бір алманы сәндігі үшін пайдаланатын боламыз. Ол үшін алмамызды осы видеода көрсетілгендей қабығын ашпай, ортасындағы дәнектерін алып тастап, пышақпен осылай майда етіп кесіп шығамыз. Енді алмамыз қарайып кетпеу үшін осылай лимонның соғын үстінен құйып шығамыз. Мінекей енді салмамыз пісіп шықты. Менде корица кішкене көптеу болып қапты, ештеңе етпес. Осылай енді қамырымызды салмамыздың үстіне құйып шығамыз. Одан соң біркелкі болғанша асханалық күрекшенің көмегімен жайып, әдемілеп 4 бұрышты формасын шығаратын боламыз.
Мінекей қамырымызды жайып шықтық. Енді мен рулетімізді осылай ұзындығына қарай орайтын болғандықтан төменгі жағынан, яғни енінен 4-5 сантиметр қалдырып, алманы ұзындығына қарай осылай тізіп шықтым. Мінекей дайын қамырымызды енді духовкаңызға орай 15-20 минутқа пісіруге жібереміз. Піскен піспегенін осылай шпажкамен тексеріп аламыз. Міндетті түрде сухой болып шығу керек. Енді бисквитіміздің үстіне осылай тағы пергамент қағазын төсеп, үстіне тақтайшаны қойып, осылай аударып аламыз табанымызды. Енді осылай пергамент қағазын алып шығамыз әдемілеп. Салмамыз өте сочный, ыстық, әдемі болып шықты. Иісін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын сіздерге. Енді осы ыстықтай күйінде жаңағы алманы тізіп шыққан жеріміз сәндігі үшін төменгі жағына орналастырып, қағаздың бергі жағымен пергаменттің көмегімен ыстық күйінде абайлап осылай рулетімізді орап шығамыз. Өте баяу және аккуратно жасалу керек, өйткені қамырымыз жұмсақ, сынып кетуі мүмкін. Осылай жақсылап орап аламыз да, жаңағы алма тізілген жағын бетіне қарай осылай шығарып, пергаментті астына қарай орап жібереміз. Одан соң осы рулетімізді толықтай суығанша пергамент қағазын алмай, осы күйінше қалдырамыз. Мінекей рулетіміз толықтай суып шықты. Енді пергамент қағазын аккуратно барлығын алып шығамыз да, бетіне сәндігі үшін осылай қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Осындай өте жұмсақ, нәзік рулет болып шықты. Қазір дәмін көретін боламыз. Дәмін енді бірге көретін боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі, кез келген дастарханның сәнін ашады деп ойлаймын. Начинкасы ішінде пісетін болғандықтан өте оңай негізі. Бисмилля. Өте жұмсақ болып шықты. Начинкасы барлығы толықтай піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер.